Баршаңызға сәлем, құрметтілерім, сіздермен Динара. Бүгін сіздерге қарақұмықтан дайындалған котлет рецептін ұсынамын. Ол үшін керек ингредиенттер: қарақұмық, тұз немесе сүйікті приправаларыңыз, жұмыртқа, сүт, нан және нан үгінділері. Ең бірінші жасайтын нәрсе нанды сүтке сіңіріп аламыз. Котлетке қосатын басты ингредиент ол қарақұмық. Оны алдын ала жуып, приправаны қосып пісіріп аламыз. Негізі қарақұмық 20 минутта піседі. Қарақұмықтан дайындалған ботқа пісті, енді суытып алу қажет. Жұмыртқаның сарысын ақуыздан бөліп алдым. Салқындатылған қарақұмық ботқасына сүтке малынған және сығылған нан, жұмыртқаның сарысын, егер тұз жеткіліксіз болса, тұз қосып, бәрін араластырып, котлеттер жасаймыз. Олардың әрқайсысы жұмыртқаның ақтығына және нан үкіндісіне малып, сұйық майға қуырып аламыз. Видеода көрсетілмеген, бірақ сіздерге айта кетейін, қоспаның қолыңызға жабысып қалмау үшін қолыңызды сулау керек. Қарақұмық котлеттері дайын, өте дәмді болып шықты және өте тойымды. Дайын тағамды қаймақ пен сарымсақ қосылған соус ұсынсаңыз болады. Өте дәмді комбинация. Сіздерге ұсынған рецепт және видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркеліңіздер.